Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте пайдалы, коллагенге бай болған холодец тағамын жасайтын боламыз. Өзімнің жасайтын жолыммен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда тағы да басқа өте қызықты рецепттер бар, кіріп көрсеңіздер болады. Ең алдымен малдың сирақтарын тазалап, жуып аламыз. Мен малдың 2 сирағын пайдаланамын. Оны сатып алған жерімде дәл осылай бөліктерге бөлдіріп алдым. Жақсылап жуып тазалаймыз, үлкендеу ыдысқа саламыз. Қасына тағы да малдың сүйектерінен, еттерінен қосып саламыз. Көміп тұратындай су құямыз. Бір қайнатып алатын боламыз. Толықтай осылай қайнап шыққаннан кейін 5 минут қана қайнатамыз. Сосын ішіндегі сирақтарды сүзіп аламыз. Барлық сүзіп алған сүйектерді 1-2 рет таза сумен жуып тастаймыз. Ал мынау қайнап шыққан суды төгіп тастаймыз. Ол бізге қажет емес. Басқадан таза су толтырамыз. Сол таза суға сүйектердің барлығын салып қайнататын боламыз. Сонда біздің холодеціміздің суы тынық болып шығатын болады. Мен 6-7 литр су құйдым. Қайнап шыққаннан кейін барлық көбіктерін алып тазалап аламыз. Сосын оған аздап тұз қосамыз. Тұзды көп қосып жібермейміз, өйткені біздің холодецтің суы 2 есе азаяды. 1 пиязды саламыз бүтіндей, 2 лавр жапырағын саламыз. Осылайша баяу отта 7-8 сағат қайнатамыз. Қайнап шығуына, сол дайын болуына 1 сағат қалғанда сәбізді саламыз, пісіріп аламыз. Сүйектері ажыралып кететіндей болып, еті өте жұмсақ болып пісіп шығуы қажет бізде. Енді барлығын сүзіп алатын боламыз. Суыны сүзгіштен өткізіп, басқа ыдысқа осылайша құйып аламыз, өйткені сүйектердің майда бөліктері түскен болуы мүмкін. Таза суына езіп майдалап алған сарымсақпен аздап укроп қосамыз. Тағы да 5 минут қайнатып аламыз. Осы жерде дәміне қарай тұзыны салуды ұмытпаңыздар. Енді сәбіз, еттердің барлығын турап аламыз. Сәбізді майдалап турап сорпасына қосып жіберсеңіздер де болады. Не болмаса, мен сияқты осылай әдемлеп әртүрлі насаткалармен кесіп алсақ болады. Не болмаса, пышақпен де әдемлеп кесіп алуға болады. Еттері міне дәл осылай жұмсақ болып пісуі керек. Сүйектері өздігімен ажыралып кететіндей болуы керек. Осы еттің барлығын майдалап турап аламыз. Міне барлық еттерді турап дайындап алдық. Кішкене араластырып жібереміз. Енді ыдыстарға сәбіздерін осылай әдемлеп салып шығамыз. Мен кинза салдым тағы да. Сосын әдемі көрініп тұру үшін жүгеріден аздап салып шықтым. Ол міндетті емес, қалауларыңызша. Кез келген осындай ыдыстарға, не болмаса әртүрлі формаларға әдемілеп жасауға болады. Мен кішкене көлемдегі кеселерден пайдаландым. Етіні салып шығамыз. Сосын үстіне сорпасынан құйып шығамыз. 2-3 сағатқа тоңазытқышқа саламыз. Сол кезде қатып дайын болады. Тағы да мен осындай кек жасайтын формаға да жасадым. Өте әдемі болып шығады. Міне барлық сорпасын құйып шықтым. Мен осындай 1 порциялық кішкене кеселерге салып шықтым. Сіздер өз қалауларыңызша кез келген ыдыстарға салсаңыздар болады. Енді кішкене суытып барып, тоңазытқышқа, не болмаса қыс күнінде салқын жерге қойсақ болады. 2-3 сағатта қатады. Салқын жерде тоңазытқышта 10 күнге дейін сақтауға болады. Еш айнымай тұра береді. Міне жаңағы кекстің формасындағы холодецті шығарып әсемдеп қойдым. Дастарханға тартсақ болады.
Жаңа жыл дастарханыңыздың көркін ашып тұратын өте дәмді, пайдалы холодец тамағымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдырып, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, менің жаңа видеоларымды көріп отыратын боласыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.